Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина, сайидна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин, сумма амма бa'д. Екінші дәрісіміздің жалғастыратын болсақ, Ибн Хаджар Асқалани екінші дәрісінде айтады. Вақала алейхиссалату вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алейкум бил маджалисатал ал-улама. Яғни сендерге алейкум уәжіп болады, ғұламалармен, білімділермен бірге отыру не болады дейді? Уәжіп болады, міндет болады деді. Вастима'i al-kalam al-hukama fa inna Allah ta'ala yuhka al-qalba al-mayyita bi nuri al-hikmati kama yuhyi al-arda al-mayyit bi ma'i al-matar. Ғұламалармен отыру сендерге жақсы болады деді, міндет болады деді. Неге? Пайғамбар саллаллаху алейхи сөзін жалғастырып айтады. Вастима'л калам ал-хукама. Сендер ғалымдардың, хукама десе хаким дана дейміз ғой бізде. Хаким даналардың қасында отырып, олардың сөзін естуің деді. Өліп қалған жүректі тірілткен болады, тірілтесіңдер деді. Жаңағы хаким даналардың қасында жақсы сөзді есту деді. Өлген жүректі тірілту болып табылады деді. Сол секілді өліп қалған жерді жаңбыр жауып қалай тірілтсе деді, өліп қалған жүректі де ал даналардың сөзі солай не істейді дейді, тірілтіп отырады деген. Енді бұл нәрсеге тоқталатын болсақ, біз қалай істеуіміз керек? Мына кейде болып жатады, мына өмірімізде жаңағыдай бір адам болады, аяқ астынан мешітке кіріп қалады, мешітте сондай бір уағыз жүріп жатады, кейде дәрістер жүріп жатады, соны тыңдап отырады да, сол адамның өмірінде болып жатқан дүние сол уағыздан кейде болып жатады. Сондай Алла Тағаланың хикметі сондай нәрсені келтіріп қояды. Жаңа өміріңде бір проблемамен кіресің сен мешітке, бірақ сенің проблемаң дәл сол тақырыпта мешітте кейде уағыз болып жатады, кейде мешітте сол нәрседе сабақ болып жатады. Сол кезде әлгі адам мешітте имамдардың қасында, уағыз айтып жатқандардың қасында, немесе ғалым үлкен ғұламалардың қасында, Құран оқып жатқан қарилардың қасында, хадис айтып жатқан мұхаддистердің қасында отыруы деді, әлгі неден хадистен, Құраннан, айтылып жатқан насихаттардан жақсы нәрсені алу деді, ол өзінің жүрегін нұрландырумен тең болады деді. Өзінің жүрегін нұрландырумен. Шынында да сондай нәрселер ғой, біздің кейде сырттан шаршап кетеді, имеке шаршап кеттім, бірдеңке айтшы деп, жүрегі шынайылықты бір талап етіп келеді, жаңағыдай рухани бірдеңке азық жетпей тұрдан аған, сұрап имеке бірдеңке айтып жүрші, осы бірдеңке естігім келеді, немесе тазалаңым бәрін тастап осы тазаланғым келеді деп келіп тұратындар да кездесіп жатады. Сондағы нәрсе, біз жүрек рухани бір азықты талап етеді, міндетті түрде онсыз болмайды. Бәрібірде сол рухани азық керек оған, қай жақтан болмасын. Көптеген адамдардың адасып кетуінің жолдары, себептері сол рухани азықты ала алмауында. Рухани азықты талап еткен кезінде, талап еткен жерден ала алмастан, басқа жақтан талап етіп алатан, сосын адасуға түсіп кетіп жатады. Мына біздің пайғамбарымыз айтқан сөзінде де айтады: сендер даналардың қасында отырыңдар. Ол даналардың сендердің жүректеріңді өзінің дана сөздерімен қалай тірілтетін болса, өлген жерді Алла Тағала жаңбырмен қалай тірілтетін болса, даналардың да сөзі сендерді жүректеріңді солай тірілтеді деді. Біз әрдайымда сол нәрсеге не болуымыз керек? Құштар болуымыз керек. Бірақ мынандай нәрсе бар, тағы да айтып кетеді. Құры тыңдап кетіп қала салатын нәрсе болмау керек. Адам әрбір нәрседен өзіне не жинау керек? Мынау нәрсе былай екен ғой, мынаған амал ету керек қой деген сияқты өзіне сабақ алып отыру керек. Бір тыңдап кетіп қала салу, ол да әрине қиын нәрсе, өйткені әрбір тыңдағанымыздан ертең қияметте біз не істелеміз? Сұралады екен біз. Сол секілді Абу Бакр ас-Сиддиқ өзінің бір әсәрінде айтады: Ман дахалал қабра била задин факаиннама ракибал бахра била сафинатин деген. Абу Бакр радиаллаху анху өзінің бір сөзінде айтады: қабірге жол азықсыз, яғни ізгі амалдарсыз кірген адам деді, ол адам ашық теңізге кемесіз шыққанмен тең деді. Ойлаңыз, теңізге шықтыңыз, жолға, теңізбен бір жаққа сапарға шығып барасыз. Сіз кемесіз шықсаңыз, қай жерге шейін барасыз, кім боласыз деген сөз ғой. Сол айтып жатыр.
адамның қабіріне, яғни қиямет күніне, өзінің баратын мәңгі дүниесіне азықсыз баруы деді, бұл дүниеде ешқандай бір ізгі амал істемей баруы ашық теңізге кемесіз шыққанмен тең деді. Біз де әрдайым сақтануымыз керек, ізгі амалға құштар болуымыз керек. Жаңағы басындағы ең алғашқы дәрісімізде айтқанымыздай, сауапты кішкентай деп елемей қалу деген нәрсе болмайды мұсылманға. Мұсылман әрдайым сауапты кішкентайлықтан болса да мүдәуамамен әрдайым не істеп болу керек, жинап тұру керек. Осыны алып қалу керек. Мына жерде сауап бар екен. Кел мынаны көтеріп тастайық, кел мынаны алып тастайық, мынаған көмек беріп жіберейік. Бұл мұсылман адамға әрдайым міндетті болған нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай демей өз үйінде не дейді, өзінің жарларына, әйелдеріне, жалпы мұсылмандардың анасына көмек беріп жүретін еді дейді. Сөйтіп үйінің тіршілігін істеп отырып, егер намазға Аллаху акбар деп азан шақырылатын болса, не істейтін еді дейді? Шығып намазға шығатын еді дейді. Сондықтан да барлығымызге міндетті болған дүние, әрқашанда біз жақсы іске асық, жаман істен қашық болуымыз керек екен. Ва ахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Амин.